Армысыздар, қадірменді ағайындар. Әрине ешкімге жасырын емес, бұл 10 қаңтарда келе жатқан сайлау. Мен осы мемлекеттің мүшесімін деген адамның ешқайсысын бейжай қалдырмайды. Өз кезегімде айтарым, біз осы жолы өзіміздің тарапымыздан ешқандай партияға жақтаспау жайлы шешімге келдік. Себебі біздің көңілімізден ол партиялардың бағдарлама ұстанымы да шыға қойған жоқ. Енді кезекте өз тарапынан айтатын, мен сайлауда бейжай қалмады, не болмаса үндемей қалды демеңіздер. Бірақ сіздердің айтып жатқандарыңыз дұрыс. Сайлау жылдағыдай фарс болады, жылдағыдай барлығы өтірік дауыс жинайды, барлығы өтірік өтеді. Бірақ бұл біздің бейжай қалуымыз керек, біздің үндемей көне салуымыз керек деген сөз емес. Сондықтан мен сіздерге өз атымнан, өз тарапымнан айтатын жалғыз ұсынысым, сіздер дауыс бересіздер ме, бермейсіздер ме, ол өз еріктеріңізде. Бірақ біз қандай құрылым болсын, қандай саяси жүйе болсын, осы жүйеге де, келешек жүйеге де, ұрпақтың алдында да ең бір міндетті ісіміз ол сайлауды бақылау. Келсем, біз ештеңе өзгерте алмайтын шығармыз, бізбен ешкім санаспайтын шығар. Бірақ біз өз елімізде болып жатқан сайлауға бейжай қарамайтынымызды өзіміздің бақылауымызбен көрсетейік. Қайдан білесіздер? Тіпті сіздердің түсірген кішігірім видеоларыңыздың өзі ертең бүкіл әлемге осы сайлауда болған арсыздықты, қылмысты көрсете алатын видео болатын шығар. Сондықтан қолдарыңыздан келсе, қазір бақылаушыларда өте адам жетіспеушілігі болып жатыр, сан жетіспеушілігі, оны біз де түсінеміз. Алда өткен сайлаулардан қалған көңіл бар, бірақ бақылаушылар мектебінің қалыптасқанына бір-ақ жыл болғанын ұмытпаңыздар. Бұл 2019 жылғы сайлауда ғана пайда болған мектеп, сондықтан оның дамуына үлес қосу, оны кеңейту, ол біздің қолымыздан келетін шара. Сондықтан барлық 18-ден асқан Қазақстанның жастарынан, егер қолдарыңыз бос болса, бір күн өзіңіздің мемлекетіңіздің келешегіне бейжай қарамауға, бір күн өзіңіздің еліңізде болып жатқан сайлауды тым болмаса көзіңіздің ұшымен бақылауға шақырам барлықтарыңызды. Бақылаушы болыңыздар, келіңіздер, басқалар көрсін, біздің сыртымыздан дауыс бере салып, не болмаса біздің қаламағанымызды қолмен жасай алмайтын, біздің де осы мемлекеттің мүшесі екенімізді, сайлау біздікі екенін бақылаумен көрсетейік ағайын. Қолдарыңыздан келсе бақылаушы болыңыздар. Бақылау сайлаудың тірегі.